Сәлеметсіздер ме, 9-шы сынып оқушылары. Бүгін 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: параллель көшіру кезінде АБС үшбұрышының А төбесі А' нүктесіне көшірілді. Б төбесі көшетін Б' нүктесінің координаталары қандай болады дейді. Мына жерден байқап тұрсаңыздар, Y өзгермеген, тек қана X'іміз бір нүктеге артқандықтан, демек жоғары көтеріліп жатыр. Жоқ, X артып жатыр, демек оңға қарай параллель көшірілген. Демек біз А вариантын таңдаймыз. 4-те 1, себебі Y бұл жерде өзгермейді. Екінші есеп: 90 градусқа сағат тілі бойынша бұруды қандай қозғалыспен алмастыруға болады? Сағат тілімен былай бұрасыздар, білесіздер ғой. Ал енді қандай қозғалыспен алмастыруға болады? Центрлік симметрия, төменге және оңға параллель көшіру, сағат тіліне қарсы 270 градусқа бұру, OX өсі бойынша симметрия. Яғни сағат тіліне қарсы 270 градусқа бұру. 90 градус бойынша сағат тілімен жүрсеңіз, енді керісінше сағат тілі бағытына қарсы 270 градусқа бұратын боласыздар. Үшінші есеп: С нүктесіне қатысты АБ кесіндісіне симметриялы А1, В1 кесіндісін салыңыз дейді. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына БС аралығын өлшеп аласыздар. Мына жаққа соны белгілейсіз. Бұл Б' нүктесі болады. Асының ұзындығын өлшеп аламыз. Сіздер кәдімгі сызғышпен өлшеп алыңыздар. А' болады. Содан кейін осы екі нүктені қосамыз. Сонда егер әрбір қадамды жазу керек болатын болса, бірінші БС кесіндісінің ұзындығын өлшеп аласыздар. Ұзындығын өлшейміз. Екіншісі С нүктесінен бастап СВ' мына ВС-ға тең етіп саламыз. Үшіншісі Асының ұзындығын өлшеп аламыз. Және төртіншісі осы Асыға тең болатын СА' кесіндісінің ұзындығын саламыз. Одан кейін А' және Б' нүктелерін қосамыз. Төртінші есеп: координаталық жазықтықта А және Б фигуралары берілген. А фигурасын Б фигурасына түрлендіруді толық сипаттаңыз. Біз А фигурасын неше градусқа бұрғанбыз? 90 градусқа бұрылған. Сағат тілі бағытына қарсы жүріп жатырмыз. Сағат тілі бағытына қарсы. Мінекей. Сағат тілі бағытына қарсы 90 градусқа бұрылған. 90 градусқа сағат тілі бағытына қарсы бұрылған. Келесі А фигурасын X-тен -1 түзуіне қатысты симметриялаңыз дейді. X-тен -1 дегеніміз мына жердегі түзу. Осы түзуге қатысты симметриялы етіп салуымыз керек. Енді қараңыздар. Мына жерде 2 болып, мынаның аралығы 3 болса, дәл осылай біз 1, 2, 3 мына жерде басталады. Яғни бұл неше бізде -4. -4, яғни біздің фигурамыз былай орындалады. Сосын 2 бірлікті, 2 бірлікке жоғары. OX өсіне қатысты симметриялы, бірақ бұл жерде X-тен -1 түзуіне қатысты. Яғни мына көк сызықпен сызып қойған түзуге қатысты симметриялы етіп осылай саламыз. Мына түзуге қатысты. Бесінші есеп: АБС үшбұрыштың АД биссектрисасы ВС қабырғасын СД және ВД кесінділеріне бөледі. Олардың ұзындықтары сәйкесінше 6 см және 9 см. АБС үшбұрыштың периметрі 45 см екені белгілі болса, АБ және АС қабырғаларының ұзындығын табыңыз. Кез келген АБС үшбұрышын саламын. АБС. Және осы А төбесінен биссектрисия жүргізілген АД биссектрисасы. Және АД биссектрисасы ВД-ны және СД-ны 6 және 9-ға тең кесінділерге бөледі екен ВС қабырғасын. Сонда бізде
В-дымыз 9 сантиметр, С-ды қабырғасы 6 сантиметр, мына С-ды бөлігі. Периметрі, үшбұрыштың периметрі 45 сантиметр. Енді бізге табу керек АБ және АС қабырғаларын. Шығарамыз. Біз білемізді, кез келген үшбұрыштың биссектрисасы оның қарама-қарсы жатқан қабырғасын қандай да бір бөліктерге бөлетіндігін, сонда қалған екі қабырғасының қатынасы осы бөліктердің қатынасына тең болатындығын. Сонда АБ-ның АС-ға қатынасы СД-ның БД-ға қатынасын береді. АБ-ның АС-ға қатынасы, немесе былай алайық. Мен СД-ның БД-ға қатынасы деп алдым ба, АС-ның АБ-ға қатынасы деп мына жерде өзгерте қояйын. АС-ның АБ-ға қатынасы 6-ның 9-ға қатынасы немесе 2-ның 3-ке қатынасын береді. Сонда АС 3 еселенген АС 2 еселенген АБ-ға тең болады. Немесе АС тең болады 3-тен 2 АБ. Немесе керісінше жазсақ, АБ тең болады 1,5 АС деп те алуға болады. Енді осылардың қосындысы, 3 қабырғаның қосындысы бізде 45-ке тең болып тұр. АБ 1,5 АС, оған АС қосамын және ВС бізде 15-ке тең. 2,5 АС 30-ға тең, АС тең болады. 30-ды бөлемін 2-ден 5-ке, немесе асы тең болады 30-ды көбейтемін 5-тен 2-ге. Асы тең болады 12. Асы 12-ке тең болса, АБ тең болады 18. АБ 18-ге тең. Осы айтып шығарамыз. 6-шы есеп. F және К нүктелері ABCD трапециясының диагональдарының орталары дейді. Бірінші ABCD трапециясын салайық. ABCD. FK осы ABCD трапециясының диагональдарының орталары. Диагональ жүргіземіз және мына жерде диагональдың ортасы бар. О трапеция диагональдарының қиылысу нүктесі. Мынау F, мынау бізде К болсын. FK-ның ұзындығы трапеция табандарының ұзындықтарының айырмасына тең. FK тең болады А-ды азайту В-ға. Егер ВО 7-ге тең болса, ДО 11-ге тең болса, FK 8 екені белгілі болса, онда трапецияның аудандарын табуымыз керек. Есептің берілгені табу керек. АБ тең СД. Бізде тең берлі трапеция екен айтылмаған екен. АБ табуымыз керек. СД, ВС және АД. Енді шешеміз. Шығару жолы. ВО-ның ұзындығы беріліп тұр, ДО-ның ұзындығы беріліп тұр. Демек, бізде ВД тең болады, ол ВО қосу ОД-ға 18-ге тең болып тұр. Бір диагоналіміз. FK дегеніміз 8-ге тең. Енді оқушылар қараңыздар, мына жердегі екі үшбұрышты біз ұқсас деп алайық. Үшбұрыш ВО-сы мен үшбұрыш АО-ды ұқсас болсын. Олай болса, ВО мен ВО-ның ОД-ға қатынасы ВС-ның АД-ға қатынасына тең болады. Сонда ВС-ның АД-ға қатынасы 7-ның 11-ге қатынасын беріп тұр. Ал FK 8, бұл жерде ортасы болғандықтан ВС-ның АД-ның
трапеция табандарының ұзындықтарының айырмасына тең. Ады азайту высы тең 8 болды, да? ФК ұзындығы трапеция табандарының ұзындықтарының айырмасына тең. Енді мына жерден так 11 высы тең болады 7 ады. Немесе высы тең болады 11-ден 7 адыға. Мына жерге апарып қойсам, ады азайту 11-ден 7 ады тең 8. Ортақ бөлімге келтірем, 11, 11-ден 7 аламын, 4 ады тең 8. Адыны табамын, 8-ді 11-ге көбейтіп 4-ке бөлем, 22. Ады 22-ге тең болып тұр. Бір несін таптық. Енді высын табайық. 11-ден 7-ні көбейтем 22-ке, 14. Высы 14-ке тең. Оқушылар, бізге деген қажет емес екен ғой, бұл абы мен сыдыны тауып. Бізге тек қана табандарының ұзындығын сұрап тұр. Сондықтан біз ады мен высыны таптық. Біреуі 22, біреуі 14-ке тең болды. 7-ші есеп. Суретте А фигурасы В фигурасына гамма-тете арқылы түрлендірілген. Осы гамма-тете үшін келесі параметрлерді анықтаңыз. Так, гамма-тете коэффициенті. Қарайық, бізде -4, -8-ге кеткен. Так, сосын мына жерде неше? 2, енді 4, яғни біздің фигурамыз 2 есе өскенді, сонда К бұл жерде 2-ге тең болады. Гамма-тете центрін табамыз. Так, оқушылар, енді гамма-тете центрін табу үшін неке О нүктесі гамма-тетенің центрі деп алам. ОМ, ОН-ді. Так, ОМ-ді табатын болсақ, мысалы гамма-тете центрі мына жақта жатыр. ОМ-ді табу үшін біз М-нің координатысынан О-ның координатысын азайтамыз. Сонда 0 азайту X және -4 азайту Y. ОН-ді табу үшін, так, мінекей 4-ден X-ті аламын және -8-ден Y-ті аламын. Енді осы екеуін теңестіру үшін ОМ тең болады 2-ден 1 ОН. Сосын жазамыз енді. Мына жерде, осы жерге енді сыйғызуым керек. -X тең болады 2-ден 1 көбейту 4 азайту X. -X тең болады 2 азайту 2-ден 1 X. Мына жаққа шығарып жіберсем, минус азайту 2-ден 1, -2-ден 1 X тең болады 2, X тең болады -4. Гамма-тете центрінің бірінші координатысын таптық, -4. Енді екінші координатысын есептейміз. Так, ол үшін жазамын. -4 азайту Y тең болады 2-ден 1, -8 азайту Y. Немесе 2-ні мына жаққа бірден көйтіп жіберем. -8 азайту 2Y тең болады -8 азайту Y. Сонда Y тең болады 0-ге. Гамма-тетенің центрі -4-те 0. Және соңғы 8-ші есеп. Суретте АБ және ЕД кесінділері өзара параллель. Көріп тұрықта? АБ және ЕД. Және АБС. АБС үшбұрышы мен ДЕС ұқсас екенін дәлелдеңіз дейді. Біріншісі. Так, үшбұрыштар ұқсас болу үшін не істейтін едік? Біз олардың сәйкес қабырғаларының пропорционал болатындығын және олардың арасындағы бұрыштың да тең болатындығын қарауымыз керек еді. Так, мына жердегі бұрышымыз тең. Бұрыш АСВ мен бұрыш ЕСД тең. Себебі олар вертикаль бұрыштар. Так, сосын
Былай жазып алайық. Олардың қабырғалары пропорционал болу керек та. АБ-ның ЕД-ға қатынасы тең болады БС-ның ЕС-ға қатынасына. Так. Мына жерде екеуінің ұқсас екенін былай да дәлелдеуге болады. Бізде былай екі параллель түзу және оны қиюшы бір үшінші түзу бар да. Сонда неке мынау бізде бір параллель, мынау екінші параллель, мынау бізде қиып тұр. Сонда мына жердегі бұрыш так, мынау бізде АБ болса, мынаны АБ деп жазайын. Мынау еді. Сонда мына жердегі бұрышпен мынау тең болады. Неке мына жердегі бұрышымыз тең. Бұлай белгілеп қояйын. Және сәйкесінше мына жердегі бұрышымыз бен мына жердегі бұрыштарды тең болады. Ішкі айқыш бұрыштар болғандықтан. Сондықтан мына үш бұрышы тең болса, демек бұл үш бұрышымыз ұқсас бола алады. Енді осы ұқсас екендігін қолдана отырып, қабырғаларының параллельдігі арқылы мына жерде B-ны табуымызға болады. Сонда есі тең болады. Еді 9, 9-ды B-сыға көбейтем және оны 6-ға бөлемін. Үшке қысқартып жіберемін 2, 3, 2-ден 15, немесе 7,15. Есі 7,15-ге тең болып тұр. Так, және С. АБС үшбұрыштың ауданы 22-ні белгілі болса, ДС үшбұрыштың ауданы табыңыз. Так, үшбұрыш АБС тең болады 20, үшбұрыш ДС белгісіз. Бұл екеуі ұқсас болғандықтан, бұлардың аудандарының қатынасы К квадратқа тең болады. Енді осы жерден К-ны тауып аламыз. К-ны табу үшін К тең болады АБ-ның ЕД-ға қатынасына. 9-дан 6 немесе 3-ден 2. Сонда 20-ның С үшбұрыш ДЕС-ға қатынасы 3-ден 2-ның квадраты 9-дан 4-ге тең. Аудан үшбұрыш ДЕС тең болады. 20-ны 9-ға көбейтіп 4-ге бөліп тастаймын, қысқарады 45. Сонда екінші үшбұрыштың ауданы 45-ге тең.